Бүгінде көп адам біз кімбіз, қайдан келдік, алған бетіміз қай жақ, бұл дүниеде бар болып жаратылуымыздың мақсаты не деген сауалдарға жауап іздей бермейтін секілді. Бұл сауалдарға жеңіл қарап жаратылыс мақсатымыздан алыстаған сайын қоғамнан неше түрлі ұнамсыз қылықтар байқалуда. Ал ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бірқатар хадистерінде мұсылмандыққа дұрыс көңіл бөлінбеген жағдайда қоғамның қандай қиыншылықтарға душар болатынын білдіріп кеткен. Қилы-қилы заман болады, қарағай басын шортан шалады деп жырлап өткен бабаларымыз осындай хадистерді жақсы білген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір күні сахабаларын қасына жинап, оларға келешекте бой көрсететін біраз қауіп-қатерлерді айта бастайды. Сахабалар тып-тыныш отырып тыңдай береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөздерін сол бір кезең келгенде жағдайларың не болмақ деп бастады. Ол кезде әйелдердің бас көтереді, жалаңаш денесі жалтылдап, ашық-шашық күйде көшеде жүреді. Жамандық атаулы жан-жаққа жайылып кетеді. Ақиқатты айту деген болмайды. Сол күні күндерің не болады? Деп бір тоқтады. Бұл сөзді тыңдап отырған сахабалар қайран қалды. Өйткені ақыл саналарына мұндай нәрсені сыйғыза алмады. Олардың ойынша бір елде жалғыз мұсылман қалса да, мұндай жамандыққа жол берілмеу керек еді. Бет жүздері түнеріп, күңіреніп отырып сауал тастады. Уа Расулалла, осы жағдай шынымен келе ме? Деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, жаным құдіретті қолында болған Аллаға ант етемін, бұдан да жаманы болады, деді. Сахабалар одан да қатты қиналып, бұдан жаманы қандай болады сонда? Деді. Екі дүниенің сәруары ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам барлық жамандықтарды жақсылық деп көретін, ал барлық жақсылықты жамандық деп көретін сол кезеңде сендердің көрген күндерің қалай болады екен? Деді. Мұсылмандардың басына түсетін оқиғалар пайғамбарымыздың еңсесін басып, уайымға батырды. Осы тұста хадисті тоқтата тұрып, айналамызға көз жүгіртіп көрейікші. Осы жағдайлар біздің басымызға келмеді ме екен? Тақымдары жалтылдап, тәніне жабысқан тар киіммен бары мен жоғын көлденең көзінің көрмесіне қойып жүрген қыз-келіншектеріміз жоқ па? Мұсылман бола тұра күйеуі әйеліне, әкесі қызына, ағасы қарындасына мына түрің не, етек-жеңіңді қымтап ки, абыройыңды көшеге көрсетпе деп айтудан қалса, аталмыш кезең бізге де келді демеске лажымыз жоқ. Ал енді арақ, темекі, сыраның жамандық екенін жұрттың бәрі біледі. Бірақ дүкендерде самсап тұр. Бір-біріне қой деп жатқан адам аз. Ішпейтін, шекпейтін кісіні тым кем кездестіреміз. Ұрлық, зорлық, зина, пара кейде жақсылық секілді насихатталады. Жігіттер мен бойжеткендер күнәлі істерін жақсылық жасап жүрміз дейді. Тыңдайтын әндерінің көбі күйем, сүйем, сенсіз дүние қараңғы ойысып барады. Ата-ананы сыйлау, туыстық қатынас, көрші ақысы деген ұғымдар естеліктің қалдығына айналуда. Енді осының бәрін ойлап отырғанда сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның олар жамандықтың бәрін жақсылық көреді деген сөзі қандай дәлел айтылған. Ал енді ар-намысқа, ынсапқа, адамгершілікке, жомарттыққа, қанағатқа келгенде оған таласып жүргендер көп емес. Құран оқы, намазға мұқият бол, ғылым білім ізде деген сөзге бүгін кейбіреулер күліп қарайды. Қай ғасырда тұрып жатырмыз, дейді. Ендеше жақсылықты жамандық көреді дегеннің де кебі келіп үлгерді. Осыны жан жүрегімен терең сезінсе керек, сахабалар тағы да сұрайды. Уа Расулалла, шынымен сондай бола ма? Жақсылықтарға тыйым салынып, жамандықтар насихаттала ма? Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам одан да сорақысы болады деді тағы да. Бұдан артық не болуы мүмкін, уа Алланың елшісі, деді уайымға шомған сахабалар. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жамандық істер жасалып жатқанын көрсеңдер де үндемей тұра беретін, сол арқылы оған қолдау көрсететін күнге жетсеңдер, жағдайларың қандай өкінішті. Міне,
Бұл да Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның талай ғасырдан кейін келетін істерді хабарлап білдіріп кеткен еді. Бүгін біз жастарымызды қандай да бір ұнамсыз істеріне тыйым салмайтын болдық. Демократия деген сылтаумен ұлға 30 үйден, қызға 40 үйден тыйым салатын дәстүріміз қалып барады. Қоғамдық көліктерде, көпшілік орындарда, жалпы көшелерде қарагөз қыз-жігіттердің құшақтасып, аймаласып, білген жасап тұрғанын көрсек те, үндей алмайтын жағдайға жеттік. Үлкендер де қой демейді. Қайтіп дейсің? Егер өздері қартайған кемпір басымен шашын бояп, тар шалбар киіп, боянып, сыланып жүрсе, өзіңе қарап ал десе, көмейіңе құм құйылады емес пе? Менің балам емес қой, өзгенің перзентіне не қатысым бар деген түсінік те елімізде жайлап барады. Егер осы бір немқұрайлылық, немкетіктілік деген қоғамдық дерттен тез арада арылмасақ, қоғам адамшылық пен мұсылманшылықтан мүлдем кері кетері сөзсіз. Мұның бәрі негізінен Алланы ұмытқаннан, пайғамбарды ұмытқаннан келіп шығады. Бұдан кейін сахабалардың дауысы тіпті бәсең шықты. Жүректері қысылып, көздерінен жас ағып отырып, шынымен осылай бола ма? Деді. Амал қанша? Пайғамбарымыз тағы да әлгі жауабын берді. Бұдан да ауыр жағдайлар келеді, деді. Осыны айтты да ант ете отырып, Алла тағаланың мына сөзін жеткізді. Ұлылығыма серт, осындай деңгейге түскен қоғамның ішінде мен бүлік бұзақылықты селдей ағызып жіберемін. Міне, бұл хадистің бүгінгі қоғамға берері мол. Егер де қайсы бір қоғам мұсылмандыққа, имани құндылықта жеңіл қараса, адамның жаратылыс мақсатына мән бермесе, соншалықты мол қиыншылық болады. Алладан сұрайтынымыз, еліміздің бетін бұдан аулақ етсін, қайтадан етек-жеңімізді жинап алуды жазсын, ғасырлар бойы мұсылман болып келген текті жұрттың бұған мүмкіндігі жетеді деген ойдамыз. Алла ел-жұртымызды жақсылығынан ажыратпасын, бүлік бұзақылардан сақтасын. Автор Асылбек Әуесханұлы. Ізгілік қалсын әр ізде кітабынан. Ғибратты әңгімелеріміз ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.